Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен песочное печенье рецептісімен бөлісемін. Балалар сүйіп жейді. Бізге керекті тағамдар: ұн, кукурузный крахмал, қант, жұмыртқаның сарысы, тұз және сары май. Ең алдымен май мен қантты араластырып аламыз. Жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Енді осыған ұн, кукурузный крахмал және шым-шым тұз салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын. Міне осындай болып шықты. Қамырымызды алып, осылай дөңгелетіп, печенье жасаймыз. Немесе өз қалауыңызша басқаша формада жасауға болады. Шанышқымен үстінен басып шығамыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут пісіреміз. Песочное печенье дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Балаларға ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын.